қазір көріп отырсыздар, жайықтың арнасы қандай тартылып кеткен. Бұрынғы арнасынан өте төмен түсіп кетті. Қазір жан-жақтан арал шығып жатыр. Кей жерлерден тіпті секіріп өтіп кетуге де болатын жағдайға бұйырса жететін болармыз деген ойдамыз. Сондықтан осы жағдайды жоғары жаққа жеткізіп, жоғары жақтан бір суды бері қарай жіберсе деген көңіл, мынау енді жайығымыздың жақсаруына біз тілекшіміз. Жасыратын жоқ, соңғы 25 жыл бойына жайыққа оңды су келіп атқан жоқ. Жайық жыл сайын арнасы тайыздап бара жатыр, жағасы тарылып бара жатыр. Жайықтың екі бойына өскен орман тоғай қурап бара жатыр. Ең соңғы рет осы мол судың келгені 1994 жылы болды. Енді қазір 25 жылға аяқ басқан екен, содан бермен қарай су жоқ. Биыл тіпті жайыққа мүлдем су келген жоқ деп айтуға болады. Бұл жайықтың мәселесі бір аудан көлемінде болмаса, облыс көлемінде болмаса, мына мемлекет аралық деңгейде екі Россия мен, яғни Ресей мен Қазақстанның басшылары, мемлекет басшылары, үкімет басшыларының нақты осы мәселемен айналысып, соны қолға алып шешпейтін болса, бұл күндердің күні біз жайықтан айырылып қалуымыз мүмкін. Ол бәрі судың келмегенінен, егер сол 8 метр су қайтып келетін болса, арнаны Алланың құдіретімен жайықтың өзі арнаны өзі жасаурады. Ана құмдары шайылады, ана тастары шайылады. Арна дейтін өз орнымен кеме жүзген жайық қой, бұл кеме жүзіп, мынау дендердің қаратасын Оралға қарай, Россияға қарай тасып, мына жақтың қызыл құмы менен жаңағы құрылыс материалдарын кемеменен Атырауға қарай тасып. Бала күнімізде күн сайын пароходтың қасында дауысын естіп толқынына шомылып жүрген өскен балдарымыз бар. Ал қазір жоқ, пароход қайда? Форум жегілмей жатыр. Ал бұл деген өте сұмдық мәселе. Менің жаныма батады. Осы желілерге кейде біреулер қозғаса жазам, қосып жазып жатам. Осы неге қозғамайды екен жоғарырақтан? Неге үлкен жаңа деңгейден қозғамайды екен деп ойлаймын. Бұл ұрпақтың болашағын кім ойлап жатыр?